Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз бала кезімізден сүйіп жейтін пирожки дайындаймыз. Бұл тестаны сіздер қуырып, майға да қуырып жейсіз болады, духовкаға пісірсеңіз де болады бұл тестадан. Оған бізге 1 жұмыртқа, 40 грамм сұйық май, 7-8 грамм қант, 6 грамм тұз, 10 грамм дрожжи, 500 граммдай су, үйленген 1 килограмм ұн, где-то 950 1 килограмм ұн кетеді оған. Енді әрбір ұнға да байланысты. Енді ұнымызды саламыз үйленген. Қазір мына тесто дайын болды. Енді 1 сағатқа жылжыға қоямыз. Тестамыз міне көтерілді пирожкиміздің. Қазір осыны бөлеміз. Мен 50 грамм, 70 грамм өздеріңізге қандай размер ыңғайлы, солай бөліп аласыздар. Міне жаңағы тестамызды бөліп қойдым. Енді бұл көтерілгенше начинкасын дайындап беремін. Начинканы капустадан, картошкадан өздеріңізге қайсысын салғыңыз келсе, соны сала бересіздер. Міне жаңағы бөліп қойған тестамыз көтерілді. Енді пирожкимізді бастаймыз. Бұл пирожкиді істеп болғаннан кейін, көтерілгеннен кейін жартысын қуырып майға қуырғанын көрсетемін, жартысын духовкаға пісіріп көрсетемін. Міне қолмен оқтаулықпен істесеңіздер де болады, қолмен баса салсаңыздар да болады. Сізге қалай ыңғайлы жұмыс істеу, солай істейсіздер. Қоя бересіздер. Пирожкимізді бөліп, лепиттағаннан кейін тағы да көтерілу керек. Міне көтерілді, енді пісіреміз. Пирожкиміз көтеріліп, міне мен майға салып қуырып жатырмын. Міне жаңағы пирожким пісті. Міне неде піскен? Майға қуырған, мына духовкаға піскені. Астарыңыз дәмді болсын. Менің арнамды тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.